Бүгін Қазақпыз ғой жобасынан көретіндеріңіз. Әлия Назарбаева 170 миллион долларлық бизнесті рейдерлік жолмен тартып алды деп айыпталуда. А каким образом госпожа Алия Назарбаева могла вовлечь в это государственные силовые структуры? Самат Әбіштің ісі сотта қаралып жатыр. Я знаю, что он дело в суде, а где он, что он? Он в Казахстане, дальше я не знаю. Нұрбол мен Ербол Назарбаевтар шешуші шайқасқа дайындала бастады. Да что ты, черт побери, такое несешь? Денсаулық сақтау министрі қымбат брендтің киімдері мен сөмкесіне қанша қаражат жұмсайды. Сумка, в принципе, которую сегодня среднестатистическая девушка может себе позволить, она стоит там 250 тысяч тенге. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда Жан Ахмадиев. Бүгінгі санды бастамас бұрын басымнан өткен бір оқиғаны сіздерге айтқым келіп отыр. Біраз жыл бұрын өзімнің анам инсульт ауруына шалдыққан болатын. Бармаған жеріміз жоқ, сонау Корея еліне де апардық. Нәтиже жоқ, кейіннен тіпті тілі бұрмаланып сөйлей алмай қалды. Содан бір күні керемет бір дәрі жайлы естідім. Бұл сиқырлы дәрілер Жапон елінің технологиясымен жасалады екен. Өз басым ғажайыпқа сенбейтін едім, алайда дәл осы дәріні ішкеннен кейін анамның жағдайы түзеле бастады. Бұл сиқырлы дәрілер инсульттан бастап ревматологиялық аурулар, инфаркт, давление, аутизм, подагра, эпилепсия, артрит, диабетті де емдейді. Сенбесеңіздер, мына нәтижелерге назар аударыңыздаршы. Здравствуйте, меня зовут Диля, мне 56 лет. Я начала пить это лекарство 10 дней тому назад. Сегодня 10-й день. На 8-й день я уже стала спать. Менің атым Алия, мен 61-демін. Диализға январь айында жаттым. Қазір диализдемін. Ең бірінші сол диализға түсердің алдында давлением 250-де 200 болып түспеді. Содан қол аяғым қатты ісіп, аяғым тек әлгі слоновий сияқты болып ісіп кетіп, тырсылдап жарылатындай болды. Соған диализға шықты мен. Сол диализда қазір де алып жатырмын. Сол енді осы H2-ны ішкеннен бері отегім аяғымдағы кетті. Оны мен сонда 15-20 жылдай жинаған отегім сол кетті. Мен 2009 жылы бірінші рет инсульт алдында 3 рет содан кейін қайталанды. Содан кейін Паркинсон ауруы пайда болды. Паркинсон ауруын өздеріңіз білесіздер, тілде. Сосын позапросителя дейді. Сосын сөйлеу қабілетім де нашарлап кетті. Ұйқым нашарлады, жүріс-тұрысым нашарлады. Скованность, бетімде, бүкіл мышцаларымда скованность болды. Соның бәрі қазір кетіп жатыр. Дандалайн фирмасының магний водородын 10 күн бір капсуладан іштім. 24 желтоқсаннан 4 қаңтарға дейін. Содан бүгін 4 қаңтардан бастап 2 таблеткадан 2 капсуладан ішіп жатырмын. Сол өте жақсы көмектесіп, результаты бірінші күні шықты. Бірінші күні 5 сағат ұйықтап шықты. Ал енді құрметті көрермендерім, қараңдар. Мен тағы да бір результатымен бөліскім келіп тұр сіздерге. Мына құман менің дәрет алатын құманы. Оны мен суын толтыру үшін мына неге отыратын едім. Ал қазір енді мына магний водород ішкеннен бері міне қараңыз. Ендігі результатым бұл менің. Мен келемін, құманды бұлай көтеремін. Міне бұл қатып қалған бел 18 жылдан бері. Міне бүгіліп алып, міне бұлай суымды алып, қайтадан алып, бұлай өзім қоямын. Оның бәрі бір Алланың бергені. Міне көрдіңіз бе? Мына қатып атырған бел, мына бел омыртқа сынық қой, менде жамбас сынық, мына жігіттің басы сынық, құйымшақ сынық. Ал енді осы магний водородтың міне арқасында көріп жатсыңдар. Айта кетейін, бұл дәрінің Қазақстанға келгеніне 6 ай болды. Бағасы да қолжетімді, небәрі 33.600 теңге тұрады. Бұл жарнама емес, сіздерге де көмегі тиер деген ниетпен айтып отырмын. Қысқасы бар ақпаратты төменде жазылып тұрған 4 нөмір арқылы білуге болады, және тек осы нөмір арқылы тапсырыс бере аласыздар. Қыздар сіздерге бәрін түсіндіреді. Құрметті көрермен, подделкаға ұрынып қалмаңыздар. Ауырмайық ағайын, ем болсын.
Енді жаңалықтарға көшсек, қазақтың кеудесіне сыздауықтай жабысқан Назарбаевтардың қылмысы күн сайын әшкереленіп жатыр. Бұлай деп отырғаны Нұрсұлтанның кенже қызы Әлияға рейдерлік шабуыл жасады деген тағы да бір айып тағылуда. Дәлірек ол 2003 жылы өз ықпалын пайдалана отырып, Нұрлан Бимурзин есімді бизнесменнің құны 170 миллион долларға бағаланатын 7 мұнай базасы мен 96 жанар жағармай құю бекетін тартып алып алған. Я был свидетелем. Эта детективная история была с похищением средь бела дня в городе Алматы на улице Абая Космонавтов, когда его отца, двукратного чемпиона мира по карате, призера Европы, чемпиона Европы и призера мира по кикбоксингу похитили в гражданской одежде на 2 микроавтобусах с наушниками в ушах. Из чего я делаю вывод, что, возможно, это были представители силовых структур. А каким образом госпожа Алия Назарбаева могла вовлечь в это государственные силовые структуры? В этом разберется следствие. Вывод будет последствия. И в рамках данного уголовного дела сейчас наши адвокаты, точнее адвокаты господина Бимурзина и Медгата Калиева готовят ходатайство о наложении ареста на все имущество Алии Назарбаевой, находящейся на территории Республики Казахстан. Айтпасқа болмас, кәсіпкер 20 жыл бұрынғы оқиғаны қайта тергеуді және оған қатысы бар арамзаттарды жауапқа тартуды талап етіп, бас прокуратураға арыз жазыпты. Әрине, Бекмурзин мырзаның арызданғаны дұрыс қой, бірақ прокуратура бұл істі қарайды ма? Сұрақ осыда болып тұр. Қарада тұрыңыздар, біздің әділетті сот әлденен бір сылтау айтып, бұл істі де сылап-сипап жаба салады. Неге дейсіз ғой? Өйткені біз жаңа Қазақстанда тұрып жатырмыз. Ол былай тұрсын, біраздан бері билік пен лауазымды өкілеттерді асыра пайдаланды деп айыпталған Самат Әбіштің де соты созылып кетті. Құрғақ уәдеге тойып қалған тілшілер Әбіштің соты жайлы бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиевтен сұрап көрді. Я знаю, что он делал в суде, а где он, что он? Он в Казахстане. Дальше я не знаю. Статус какой у него под арестом? Когда он был под следствием, у него был статус под подпиской о невыезде. Дальше я не могу сказать, потому что... Под следствием? Я тоже к этому делу допуска не имею. Какой у него статус? Дело в суде, какой у него статус дела в суде, какой может быть? Подсудимый, наверное. Әйтеуір құпия түрде қаралып жатыр дейді. Бірақ Самат Әбіштің қайда екенін ешкім білмейді. Сонда қалай? Сотталушының өзі жоқ болса, сот қалай жүрмек? Біз жаңа Қазақстанда өмір сүріп жатқанымызды ұмытып кеттім ғой. I'm sorry. Сіздерден сұрайыншы, біз өзі Назарбаевтардың сотталғанын көретін күнге қашан жетеміз, Кейде осылардың жазаланғанын көрмей кетем бе деп қорқам. Ой, сотты көтке қыстырып жатқан бұлар жоқ. Неге десеңіз, кеше ғана Алматы облысының жер ресурстарын басқару бойынша департаменті Үшқоңыр жайлауындағы Нұрбол Назарбаевтың иелігіндегі 9241 гектар жерді мемлекет меншігіне қайтару бойынша сотқа жүгінген болатын. Алайда департамент бірінші сот отырысында жеңіліп қалды. Ятай. Бұған себеп Қарасай ауданының судьясы Азамат Шалтабаев ол жер кезінде Болат Назарбаев иелігіне заңды түрде өткен. Сондықтан Қарасай ауданы әкімдігі мен Болат Назарбаев компаниялары арасында жасалған келісім шартты бұзуға негіз жоқ деген шешімге келген. Ал керек болса. Оған қоса Алматы әкімдігі Никольский базарында қайтарып ала алмай жүр. Бұдан нені байқауға болады? Болаттың империясы әлі де ыдыраған жоқ. Және Нұрбол мен Ербол Назарбаевтар құнды активтері үшін барынша күресуде. Олар қазіргі активтерді қымбат болмаса да өз бағасына сатып, ал содан түскен қаржыны шетелге шығару мүмкіндігін ойластырылып жатқан сыңайлы. Осыдан кейін билікке қалай сенеміз, айтыңыздаршы. Билік демекші қазақты ойлап жатқан министр жоқ. Әйтеуір өз қара басын уайымдаған қуыршақтар. Бәрінің ойы жағдайымды жасасам, асарымды асасам.
жағдай дегеннен шығады новый денсаулық министрі Ақмарал Әлназарова анау мынау арзан киімдерді кимейді екен. Вы, конечно, более открытая, да, министр, чем я, но вот мы видели в ваших социальных сетях, что вы как бы любите брендовые, да, сумки, брендовую одежду, в частности, платье от Dolce Gabbana. Вот скажите, пожалуйста, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать вот такую вот брендовую одежду и платье от Dolce Gabbana стоимостью 1,5–2 миллиона тенге? Я скажу, что я такой поклонник в целом, и у меня нет такого большого гардероба. Та сумка, которая была там на фотографии, это сумка, в принципе, которую сегодня среднестатистическая девушка может себе позволить. Она стоит там 250 тысяч тенге. И одно из немногих платьев, которые я купила себе на отпускные, в принципе, на свой юбилей позволила себе это купить. А стоимость можете назвать? Не помню, где-то в пределах 800-900 тысяч. А вот у вас зарплата, вы были до этого сенатором, а сейчас министром, она увеличится? Ну, я пока зарплату не получила, но я думаю, что она, возможно, не намного выше, в этих пределах. 250 мың теңгенің сөмкесі мен 900 мың теңгенің көйлегін қарапайым қыздарды сатып алады дегені қалай кетті? Бұлар бараколка жақтағы қиналған қазақтарды көрмеген ғой, көрсе бұлай айтпас еді. Сіздер қалай ойлайсыздар, бұл министрде мұндай сөмке мен көйлектің қаншауы бар? Және бұлар осындай қымбат киім киюге лайық па жоқ па? Төменде пікір жазып кетіңіздер. Қасқыр мінез қазағым, біз қасқырмыз, осыны ұмытпаңыздар.